Сөз депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлына беріледі. Рахмет, құрметті төраға. Ақжол фракциясының депутаттық сауалы вице-премьері Жамабаевқа. Президент Тоқаев парламенттің бірінші отырысында жаңа салық саясатын енгізуді тапсырды. Ақжол фракциясы сараланған салық мөлшерлемесін енгізуді табанды түрде 2012 жылдан бастап ұсынып келетіндігін атап өту қажет. Сонымен қатар, шағын бизнесті патент салығына көшіруді қайта қарауды жөн деп санаймыз. Патенттің артықшылығы деген ондай бизнесті ешкім тексермейді, қысым көрсетпейді, пара сұрауға сылтау болмайды. Қолданыстағы салық кодексінің патенттік салым төлеу қарастырылған, бірақ онда осы нормаларды мағынадан айыратын шектеулер бар. Мысалы, жылдық айналым 2 миллион теңгеден аспауы тиіс және кәсіпкердің жалдамалы жұмысшылары болмау керек. Бұны бұрмалаушылық, профанация деп атамасқа болмайды. 2 миллион теңгеге тең жылдық айналым дегеніміз айлық айналымда 167 мың теңге. Ал ондағы кәсіпкердің өз табасы шамамен 20% немесе 35 мың теңгені құрайды. Мұндай ақша қай кәсіпкер жұмыс істейді? Ресми статистика бойынша 2023 жылғы орташа жалақы қазірдің өзінде 338 мың теңге. Яғни кәсіпкердің табысын орта айлыққа жеткізу үшін патент алу үшін айналым көлемін дегенде 10 есе көтеру қажет. Одан бөлек тіпті ең шағын дүкен немесе кафенің өзінде кәсіпкерден басқа көмекшілер болу қажет. Мысалы, дүкен болса, онда кассир, грузчик керек, немесе шаштаразда еркек және әйел мастерлері. Көлік жөндейтін станцияларда шиномонтажник, моторист, электрик сияқты тағы да басқа мамандар керек. Олардың жалақысы да кәсіпкер табысының ішіне кіреді. Сондықтан кәсіпкерге, қызметкерлер алуға рұқсат беру керек. Ал олардың санын шектеуге болады. Мысалға, 5 адамнан артық емес деп. Осы екі фактор орташа жалақы деңгейіндегі пайда мен 5 қызметкерге дейін жалдау мүмкіндігі ескерілсе, патент бойынша жылдық айналым кем дегенде 100 миллион теңге болу керек. Бір ғана осы шешім арқасында миллиардтаған теңге босқа жұмсалған бірде-бір жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламалары бере алмаған мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылар еді. Сондықтан мемлекет басшысының түсінікті және болжамды салық саясаты аясында жаппай кәсіпкерлік қағазда қалмай шындыққа айналу үшін шағын бизнеске кассалық салық салудан және қосымша құн салығының шегін төмендетуден бас тартып патентке ауыстыру қажет. Сонымен қатар мыңдаған салықшылардың қолы босап, олардың күшін нақты маңызы бар бағыттарға пайдалануға жол ашылады. Осыған байланысты президент Тоқаевтың тапсырмасы бойынша әзірленетін жаңа салық кодексінде шағын кәсіпкерлікке патенттік жүйені пайдалану механизмдерін енгізуді ұсынамыз. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары.